Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жүкті әйелдерге арналған күтім, денсаулық пен психологиялық қолдау туралы жан-жақты сөйлесеміз. Бұл кеңестерді қолдансаңыз, болашақ ана өз сезімін жақсы түсініп, денсаулығын сақтап, баласына да мейірім мен қамқорлық бере алады. Отбасы мүшелері де осы кеңестер арқылы әйелге қолдау көрсетіп, мереке күндері де, күнделікті өмірде де жылы қарым-қатынасты сақтай алады. Дене күтімі жүкті әйел үшін өте маңызды. Күнделікті жеңіл жаттығулар, таза ауада серуендеу және дұрыс тамақтану болашақ ананың және баланың денсаулығына пайдалы. Мысалы, таңертең жеңіл жаттығулар жасау қан айналымын жақсартып, энергияны арттырады, ал таза ауаға шығу күйзелісті азайтып, жақсы көңіл-күй сыйлайды. Бұл қарапайым кеңестерді күнделікті өмірге енгізу өте маңызды. Тамақтану жүкті әйел үшін ең маңызды бөлік. Ақуызға бай тағамдар, көкөністер, дәрумендер мен сүт өнімдері күнделікті рационда болуы тиіс. Дұрыс тамақтану ананың энергиясын сақтап, балаға қажетті қоректік заттарды жеткізеді. Сонымен қатар, дәстүрлі қазақ тағамдары бауырсақ, айран, қымыз, дәруменге бай және баланың дамуына пайдалы. Жүкті әйелге психологиялық қолдау өте маңызды. Отбасы мүшелері жылы сөздер айтып, стресс пен уайымнан қорғауы керек. Болашақ ана өзін бағаланған және сүйікті сезінуі тиіс. Бұл тек ананың көңіл-күйін жақсартып қана қоймай, баланың да эмоционалды дамуына әсер етеді. Сондықтан отбасында әрқашан жылы қарым-қатынас болуы қажет. Демалу мен дұрыс ұйқы жүкті әйелдің денсаулығы үшін өте маңызды. Күн сайын 7-8 сағат тыныш ұйықтау, күндізгі қысқа демалыстар шаршауды азайтып, эмоционалды тұрақтылық береді. Ұйқы кезінде дұрыс поза мен жұмсақ перде, тыныш орта жасау болашақ ана үшін маңызды. Бұл кеңестерді орындау арқылы ана да, бала да сенімді және бақытты болады. Жүкті әйелге ыңғайлы киім таңдау маңызды. Кең көйлектер, жұмсақ маталар, аяққа ауыртпалық түсірмейтін аяқ киімдер күнделікті өмірді жеңілдетеді. Дәстүрлі қазақ киімдерінде де ыңғайлылыққа мән берілген. Ыңғайлы киім әйелдің қозғалысын шектемей, өзін еркін сезінуіне көмектеседі. Бұл психологиялық жайлылыққа да әсер етеді. Жүкті әйелдің тұрақты медициналық тексерістен өтуі өте маңызды. Дәрігердің кеңестері мен анализдері болашақ ана мен баланың денсаулығын сақтауға көмектеседі. Уақытылы тексеру, қажет кеңестер мен дәрумендер болашақ ана үшін ең негізгі қауіпсіздік кепілі. Бұл да дәстүрлі қазақ отбасының міндеттеріне сәйкес келеді. Бұрынғы қазақ дәстүрінде жүкті әйелді ерекше күтіммен қоршап, арнайы салттар мен дұғалар арқылы қорғаған. Бұл салттар болашақ анаға сенімділік пен қауіпсіздік сезімін береді. Сонымен қатар, отбасы мүшелерінің жылы сөздері мен қолдауы әйелдің көңіл-күйіне жағымды әсер етіп, баланың дамуына да пайдалы. Жүкті әйелге өз сезімін айтуға мүмкіндік беру өте маңызды. Достар мен отбасы арасында әңгімелесу, ой бөлісу, өз уайымын білдіру, стресс деңгейін азайтып, эмоционалды тұрақтылық береді. Бұл дәстүрлі қазақ қоғамында да бұрыннан қолданылады. Отбасы мүшелері бірге отырып, кеңес беріп, әйелге қолдау көрсетеді. Бұл кеңестерді қолдансаңыз, болашақ ана да, бала да дені сау, бақытты болады. Сыйластық, тыныштық пен қолдау жүкті әйелдің негізгі қажеттілігі. Отбасы мүшелері бір-бірін қолдап, дәстүрлерді сақтап, жылы қарым-қатынасты дамытса, отбасылық өмірде жайлы әрі қуанышты болады. Арнамызға жазылыңыздар, бірге қазақ дәстүрін және отбасылық құндылықтарды сақтайық.